кеше Ерке Есмаханның қайнынелері қарсы аластана. Қайзырын құрметті көрермендер, сіздермен бірге жұдырық командасының ойыншысы, яғни мен Сырым Саян. Менің қолымдағы үлкен сахнаға жол ашқан қызыл патяшка. Бұл кейбірлер үшін жай ғана патяшка болуы мүмкін, ал біз үшін үлкен естелік, үлкен тарих. Ал біздің команданың тарихы ол былай басталған болады. Мектептің жайдарман командасы қалай құрылды? Бұл команда бір күнде құрылып, екінші күні Астанаға кетіп, үшінші күні орын алып келген команда. Негізі құрамында басқа оқушылар болатын. Қыс айында Орал қаласындағы облыстық байқауға қатысып, мамыр айында болатын маусымашарға жолдама алған оқушылар мемлекеттік емтихан болғандықтан қатыса алмайтын болды. Сондықтан осы қазіргі жұдырық командасының құрамындағы оқушыларды осы ойынға тарту керек болды. Ол кезде олардың формалары да болмайтын, арнайы команданың тек мектептің формасының үстіне банағы Саян айтқан қызыл патчашканы киіп, қызыл бабочканы тағып барып жеңіп келді. Жеңуде мақсат болған жоқ. Тек ауыл оқушыларының үлкен республикалық сахнаға шығу мүмкіндігін пайдаланып қалу керек болды. Ал қазір олар үлкен жетістіктерге жетіп жүрген жұдырық командасы. Жұдырық командасы Батыс Қазақстан облысы. Осылайша 2022 жайдарман Kids'тің жүлдегері атанып, 2023 жайдарман Junior'дың ең алғашқы чемпионы болып тарихта қалдық. Ал 2024 жайдарман Junior лигасының Алматы қаласында өткен жайдарманда бірінші орын иегері атандық. Қаныш Сәтбаев университетіне грант ұтып алдық. Және де жайдарман Junior'дан қоштасып, Қазақстан Кап лигасына жолдама алдық. Осы жолда тәлім тәрбие беріп отқан мектеп ұстаздарына және біздің ағайымыз Рахметов Қамбар Сансыбайұлына шын жүректен алғыс білдіреміз. Көрсің бір көк сау қойлар сияқты жалмауыз. Бізді қарт қойдан жамансың ғой, бар ғой, жалмауыз, қайта-қайта жөтеліп. Жатшы. Құрметті достар, өзіміздің шағын ғана қысқаша нұсқамыз өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған жұдырық командасы Сырым Саян, назарларыңызға рахмет.